Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бәріміз сүйіп жейтін лағманның түрі гүйро лағманды және бір жасағаннан мінсіз болып шығатын лағманның тестасын жасаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен подливаны дайындау үшін сиырдың етін жұқалап жалпақтау етіп турап, оған 2 ас қасық соямызды, 2 ас қасық крахмалымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сонда етіміз қып-қызыл болып, жұмсақ болып піседі. Үстіне 2-3 қасық сұйық майды қосып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Одан кейін пекинский капустаны видеодағыдай көрсетілгендей етіп, жұқалап, ұзынша етіп турап аласыздар. Мен 4-5 жапырағын қостым. Басындағы жасыл бөліктерін алып тастаймыз. Айтпақшы, каналға тіркелмеген көрермен болсаңыз, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басып, каналымызға тіркеліп алыңыз. Келесі достар, 2-3 штук тәтті болгар бұрышында 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Сельдерейімізді де кішкентай бөліктерге бөліп турап шығамыз. Сарымсағымызды да күнделікті үйде турап жүрген сияқты турай берсеңіздер болады. 2-3 бас чесногымызды да қатты сақтамай турап аламыз. Мен дайын көкбұршақты қосамын. Келесі кезекте қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін салқын суға кішкене тұз қосып, қатты қамыр илеп аламыз. Осы қамырдың тестасын менде бір адамға орташа есеппен бір уыстай ұн қолдана отырып, 6-7 уыс ұнымыз 6 адамға жетеді. Осылай өлшеп қоссаңыздар болады. Егер де осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, кері байланыстарыңызды білдіріп, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Иленген қамырдың бетін шауып, 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Мінекей достар, енді подливті қуырып алатын боламыз. Қазанға мен 2 ожаудан сәл көбірек май құйып, қыздырып, ең әуелі етімізді жақсылап қуырып аламыз. Тұздалған ет болса, тұз қосып қажет емес. Менікі тұздалған ет. Егер тұздалмаған болса, міндетті түрде аздап тұз қосып қуырасыздар. Соямыз бен крахмалдың арқасында етіміз қып-қызыл болып қуырылып жатыр. Енді жайлап көкөністерімізді қуырып бастаймыз. Ең бірінші сарымсағымыз бен пиязымызды 5 минуттай қызартып қуырып аламыз. Тамағымыздың дәмін одан әрі келтіру үшін паприка қосамын, қара бұрыш қосамын. Бұны мен өлшеген жоқпын, өздеріңіздің күнделікті көз мөлшерлеріңізбен қоса берсеңіздер болады. Томаттан 2 ас қасық қостым. Осының өзі қып-қызыл қылып шығарады. Енді пекинский капустамыз бен болгар бұрышында қосып, араластырып 5 минуттай қуырамыз. Бір араластырып алғаннан кейін соя қосып кішкене тағы да қуырасыздар. Соядан тағы қосатын себебіміз одан сайын барлық тағамдардың тезірек пісуіне және дәмін келтіруіне көмектеседі. Көк бұршағымыз бен сельдерейді қосып, ең соңынан салып қуырамыз. Себебі сельдерей мен көк бұршақ тез піседі, сондықтан соңына қалдырдық. Сельдерейіміздің жапырақтарында алып, оны да қосып жібереміз, сонда тамағымызға ерекше дәм бере түседі. Қазанымыз бір қайнағаннан кейін тұзын көріп, тұз жетіспейтін болса, тұзын қосасыздар. Келесі кезекте тыңған қамырды аздап қана жайып аламыз. Мен оқтаудың көмегімен жайып аламын. Қамырды жіңішкелеп, бөліктерге бөліп, кішкене май жағып, қазір біз қамырымызды ысқылайтын боламыз. Сіздерге айта кететін бір кеңесім, қамырды илеген кезде тұзын қатты көп қоспаңыздар, себебі қамырларыңыз үзіле беретін болады. Ал егер де тым аз қосатын болсаңыздар, онда қамырларыңыз жабысқыш болып бір-біріне жабысып қалуы мүмкін.
Достар, бұл ешқандай да қиын емес. Осылай видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай екі қолдарыңызбен ақырындап шетінен ысқылай бересіздер. Келесі кезекте ыдысымызға сұйық майымызды жағып аламыз. Кейін дайындап алған қамырларымызды майлап, осылай орам етіп орап шығатын боламыз. Міндетті түрде майын жақсылап майлаңыздар, себебі дұрыс майланбай қалса, қамырларыңыз бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Қамырларыңыз идеально шығу үшін ең бастысы тұзын орта қалыпты қылып қосып, қамырын сәл қаттырақ қылып елеп, май жаққан кезде дұрыстап жақсаңыздар болды. Бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. 5-10 минут өткеннен кейін, достар, қамырымызды шетінен алып, ақырындап шығара бастаймыз. Осылай бір қолымыздың көмегімізден созып, екінші қолдың көмегімен ақырындап жерге қоя береміз. Қамырларыңыздың шығуы кішкене қиындау болып жатса, сәл үстінен сұйық маймен жағып жерсеңіздер болады. Мінекей достар, мен бірден 3 қамырды дайындап алдым. Үшеуінің басын қосып, қолдың үстіне және астынан айналдыра отырып жинаймыз. Біткен жерін ақырында жабыстырып аласыздар. Дәл осылай соңына дейін жинап шығамыз. Қамырларымыз жіп-жіңішке болып бірдей болуы үшін үстелдің үстіне 4-5 рет осылай қолымызды екі жаққа қарай тарта тұрып ұрғылаймыз. Осы аралықта суымызды қайнатып, кішкене тұз сап аламыз. Міндетті түрде тұз салу керек, достар. Енді вилканың көмегімен қамырымызды жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде қайнап тұрған суға саласыздар. Араластырып, бетін жауып, қайнағанша күтеміз. Қайнағаннан кейін қақпағын ашып, тағы 1-2 минут пісіріп аламыз. Енді дайын болған қамырымызды суық суға салып, 2-3 минутқа қалдырып, кейіннен барлық қамырларды осылай пісіріп дайындап аласыздар. Мінекей достар, біздің жіп-жіңішке мінсіз қамырымыз дайын болды. Жегенде де өте жағымды, көзге көрген кезде де өздеріңізге көрініп тұрғандай өте әдемі болып шықты. Ал мінекей достар, біздің гүр лағманымыз осымен дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше сау саламат болыңыздар.